Yo, Eagles. Еш нәрсе тарамастан көңіл күй түсіруге болмайды. Бәріміз білеміз, иә? Біздің ең алғашқы Eagles'да қайда болған? Осында болған, иә? Алматы! Біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Apple City. Бұл біздің бірінші қала. Мәңгі есте қалады, сол себептен бізді ешқашан ұмытпаңыздар. Окей. Мен жалпы негізі шынында да бір нәрсе айтқым келеді. Біз осы бір жыл бойы жүрген кезде біздің жанымызда болған әпәң, біз үшін кез келген нәрсеге кіріп кететін, кез келген нәрседен алып шығатын сіздер болғансыздар. Ол заттар әлі де жалғасуда және де ол заттар әлі де болады. Сол себептен біз ешқашан да беріспейміз, біз әрдайым бірге болу керекпіз, иә ма? Сол себептен ешқашан көңіл түсірмейміз, иә ма? Бірақ дәл қазір біз көңіл түсіреміз, себебі қайда. Sana değil sezince İlişkim cevap değildi. Senin şeksizlik, gizli cennet.
Рахмет. Бірге айтамыз ба? Мен осылай көзімді жұмып, Бүйтейік. осылай көзімді жұмып, көп нәрсе еске түсіргім келеді. Біз бірге қазір айтамыз. Саған. Ейзи айтпақшы, біз сіздерді өте қатты жақсы көреміз. Айтамыздаршы. Қатты естірмеңіз. Біз мына жерде бәрі сен жатты, біз көріп тұрмыз ғой, бірақ үстінде адам бар екен. Сәлем. Сәлем. Бірге болыңыздар. Үйіміз, сіздерді бірден айтып келіп тұр, мен бәрі шапканы қайта сатып алдым. Сондай жағдай болмас үшін мағада, кішкене ат итермеңіздер. Жоғарда көңілге қалай? Алла жақта. Қыздар, көбісі естіген шығар, бұл өлеңнің мәнісін, бұл өлеңді не үшін біздің концерттерде орындайтынымды. Бұл өлең Крис Браунның Down Jazz деген өлеңі. Толықтай аударатын болсақ, айыптамамын деп аталады. Бұл айыптама біздің айыптама өлеңінің екінші жағы. Ол қыздарға арналған жағы. Сондықтан осы өлеңді мен осы жерде барша қыздарға арнаймын. Can we change the subject? Рахмет, Игорь! Мен бірінші бастаймын ол жерде, білесің ба? Мен айтамын, мысалға, келесің сен, өзіменен ертешеде, жолмен келемін алаңдай, трансформалын табай, жаныңдарын табай, артыңнан қалмай, есіміңді айтпай, елес болдың көзге, түседі қыздар іздеп келінде.
байқай жүріңіздер. Пешеходтан абайлай өтіңдер. Сабақтарыңды оқыңдар. Ең тыңы 125-тен бітіріңдер. Бітіргендер болса, онда молодцы. Ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір осы жерді жаңғырып тұрса қалай қарайсың? Aldымен түсініп кеткім келеді. Мен керемет шебер емеспін. Себебі мен кәсіби түрде бимен айналыспаған. Тек қызығушылық болған мынандай кезде. Одан кейін бәлкім мынандай кезге дейін жалғасқанша болды. Қазір мен мынандаймын. Яғни сондай уақытта дейін билеген жоқпын. Фристайл істемей келі мен Астанада берсей жоқ, бірақ оған дейін 1 жыл бұрын істеген жоқпын. Сол себептен менде 1 жылдық тәжірибе болмағандықтан тақалдырып отырсам, окей?